Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге асқабақпен жасалатын ораманың видео рецептісін ұсынатын боламын. Және де видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар достар. Етсіз әдемі асқабақтың видео рецептісін ұсынатын боламын сіздерге. Және де ең бірінші бізге керекті заттар осылай бір жұмыртқа. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Және де достар, осылай стаканға су құйып, керекті мөлшерде тұзды салып, араластырып аламыз. Және де енді араластырып болып, жұмыртқаның үстіне құйып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Керекті мөлшерде ұн саламыз. Мен кіші 2 зуала қамыр иледім. Және де жақсылап иін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Қолға жабыспайтын, орташа жұмсақтықта әдемі қамыр илеп аламыз. Міне осылай жақсылап, видеода көріп тұрғандарыңыздай илеп аламыз. Және екіге бөліп, домалақтап, салафанға болмаса тостаққа салып, бетін матамен жауып қоямыз. Және енді жақсылап мен жуып, тазалап алдым. Ең бірінші асқабақты осылай көбіктеп, майдалап, жақсылап турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап көбіктеп, әдемілеп турап аламыз. Және де дәл солай картошканы да жақсылап көбіктеп, әдемілеп турап аламыз. Және де достар, бұл тағамды көп жасап жеңіздер. Өте пайдалы әрі тойымды, дәмді тағамдардың бірі. Қарапайым рецептісі өте қарапайым, қолжетімді заттардан жасалады. Мен бұл жерде етсіз жасадым. Міне пияз, картошка, асқабақ үшеуін көбіктеп жақсылап турап алдым. Енді керекті мөлшерде қара бұрыш және де тұзымды қосып, жақсылап араластырып аламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып аласыздар. Қасықпен ортасын сосын 2-ге немесе 4-ге бөліп қоямыз. Жақсылап араластырып аласыздар. Дәмін бір көріңіздер, тұзды болып кетпесін. Және енді илеп қойған қамырымызды алып, жақсылап осылай шетінен жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап осылай қамырды жайып аламыз. Және де өйстіп видеода көріп тұрғандарыңыздай бөлесіздер. Осылай бөлсеңіздер, мантоваркаларыңыз если кіші болса, осылай бөлгендеріңіз дұрыс негізі. Жегенге де ыңғайлы, әдемі орама болып шығады. Және де майымызды құйып, жақсылап осылай щеткамен жақсылап барлық жағына жағып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Және енді 4-ге бөліп қойған асқабағымыздың 4-тен 1 бөлігін саламыз. Осылай жақсылап саламыз. Және де әдемілеп осылай шетінен ораймыз. Осылай бекітіп аламыз қамырды. Және де мантоваркамызды майлап, жақсылап щеткамен әдемілеп үзіп алмай орамамызды саламыз. Және де бетін тағы майлап қойыңыздар. Орамаларыңыз сонда жұмсақ, әдемі, дәмді болып шығады. Және де жаңа бекіткен екінші кіші қамырымызды алып, осылай бетіне май жағып, жақсылап 4-тен 1 бөлігін 4-ге бөліп қойған ортасын салатын салмасын саламыз. Әдемілеп осылай салып шығамыз. Және де осылай ораймыз әдемілеп. Және де мантоваркамызды майлап алып, жақсылап саламыз, бетін май жағамыз. Және де қайнап тұрған отқа осылай қойып, 45-50 минут пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болып, жасап жеуге кеңес беремін достар. Және де қандай тамақ түрлерін көргілеріңіз келеді менің каналымнан, видео рецептілерін
комментарийға жаза кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазып қойыңыздар достар.